Кайырлы күн баршаңызга, сиздер менен бирге трубочный бабушка дайындайтын боламыз. Маған жазылмаған болсаңыз, жазыла кетиңиздер. Алдын ала тестасын дайындайтын боламыз. Барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ыдысымызға 150 грамм қаймағымызды қосатын боламыз. Үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Мендегі проценті жоғары сары майдан қостым. Бір желтоқ, 2 жұмыртқа қосатын боламыз, яғни жұмыртқаның сарысы. Ұнымызға көпсімізді қосып, міндетті түрде еліктен өткерілген болу керек, араластырамыз. Бұл жерде мен елеп жатқаным түспей қалыпты, айып етпесеңіздер, осылай араластыра отырып, боз қамыр илейтін боламыз. Осындай боз орташа болған қамырымызды мешокқа салып 10-15 минутқа холодильникке қоятын боламыз. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Қолдың творогын қолдансаңыз да болады, немесе магазиндегі творог қолдансаңыз болады. Мен 500 грамм творог, үстіне 100 грамм сахар, бір жұмыртқа қостым. Міндетті түрде блендерден өткізіп, езіп алғаныңыз жақсырақ. Үстіне 15 грамм крахмал қосамыз. Міндетті түрде граммдарын описанияға қалдыратын боламын. Келесі осындай блендерменен араластыратын боламыз. Салқындатқыштан 10-15 минут тынған қамырымызды үлкен болса 2-3 бөлікке бөлетін боламыз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Домалақтап, өзіңіздің ыңғайға, яғни өзіңіздің ұнаған формаңыз шығарсаңыз да болады. Ұнның көмегіменен қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болғандықтан, ұнның көмегіменен қатты жұқада емес, қалыңда емес, жайып алатын боламыз. Мен осындай домалақ, яғни шайнектің қақпағымен осылай домалақтап шықтым. Үстіне алдын ала дайындап алған салмамызды, ондай қатты көп емес, осылай салып шығатын боламыз. Салмаңызды кондитерлік мешокқа салып қолданғаныңыз ыңғайлырақ. Осылай үстіне салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей қылып түйіп шығамыз. Сіз қаласаңыз, яғни түшпәрі, яғни пілмен тәрізді қылып түйсеңіз де болады. Өзіңізге ыңғайлы ұнаған жасасаңыз да болады. Мен осындай қылып, бабушка қылып жасап шықтым. Өте әдемі болып шығады. Осы аралықта духовкаңызды қыздырып қойсаңыз болады. Үстіне жұмыртқаның сарысы мен ағын жақсылап араластырып, бір тегістеп жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180-30 минуттай пісіріп аламыз. Піскен бабушкаларды сахарный пудраға аунатып алсаңыз да болады, үстіне сепсеңіз де болады. Мен де тағы да осындай мастер-класстар өткеремін әртүрлі. Маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, келесіде мені қандай видео күтесіңіз, қандай рецепттер күтесіңіз